Сөйтіп сол үйлерде Алла Тағаланың есімі еске алынып тұрады дейді. Ол сіздің үйіңізде, егер үйіңізде әрдайым еске алынып тұрса, көрдіңіз бе? Бірінші орында мешіттер, екінші орында мұъминнің үйі. Әрдайым Құран үзілмейтін болса, ол жерде мысалы. Сол жерде юсаббиху лаху, дәріптеу сөздер, тасбих, мақтау сөздер айтылады дейді Алла Тағалаға. Бил ғудуи вал асол, таңғы уақыттарда және кешкі уақыттарда. Біз Алла Тағаланың намазға белгілеген уақыттары ғой. Енді мына нәрсе ең қызығын қараңыздар. Кім дәріптейді сол үйлердің ішінде, жаңағы мешітте де, немесе мұъминнің үйінде, кім осы тасбихты жасап атқан? Риджалун дейді Алла Тағала, қараңыздар. Еркектер дейді. Қараңыз қандай? Сөйтіп, шайнек істеп баратқан еркек дәрет алам деп, еркек. Қараңыз ата қалай. Құран оқып атқан кезде еркек. 5 уақыт намазда саптамын деп келе еркек. Алланың қасында еркек деген ұғым бар. Дүниеде де адамдар о еркек екенсің дейді ғой мысалы. Сол секілді Құранда да әрбір еркектегі еркек болмайды, жаңағы қасиеттерін біз жауап бермейінше. Ол қандай? Ол кім? Еркек болу үшін не істеу керек біз Раббымыз? Құрандағы еркек деген тақырып ұнап кетті ғой бізге. Айтады риджалун ла тулхихим, жаңағы тижаратун. Қараңыздаршы, ол ерлер дейді, сондай бір еркектер оларды алаңдатпайды дейді. Алаңдатпайды. Не нәрсе алаңдатпайды Раббымыз? Тижара, үлкен бизнес. 14 ғасыр бұрын Алла Тағала үлкен бизнес деген нәрсені сөйлеп. Және не алаңдатпайды? Вала байғун, кіші бизнес, шағын бизнес. Қараңыздар, үлкен бизнесті алаңдатамайды, шағын бизнесті алаңдатамайды. Неден не Раббымыз? Ан зикрилла, Алланы еске алудан. Ван иқамис сала, 5 уақыт намазын оқудан. Ван итайз зака, өзінің жаңа тиісті зекет садақасын беріп тұрудан. Ана иқамис сала дегендегі Алламен байланысыңыз, итайз зака, зекет садақа деген адамдармен байланысыңыз. Сізде адамдармен де проблема жоқ қияметке. Не ғұрлым бересіз, соғырлым сізде ешкіммен проблема жоқ. Әркімнің жүрегіңізге таза, шамаңыз келгенше. Неге олар бұлай істеп жатыр Раббымыз? Яхуфуна, өйткені олар қорқады. Қалай еркектер қорқа ма? Еркектер қорқады, менің еркектерім қорқады дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Неден қорқады олар? Яуман, бір күннен қорқады олар. Яуман татақаллабу фихил қулубу вал абсар. Жүректер мен көздер төңкерілетін сондай мазасыздыққа тап болатын. Ертең жаңа ғанау мүшриктер күлкіге айналдырды ғой. Солар жылайтын, солар қайғыратын күнде олар да қорқады дейді. Біз де сондай бірдеңеге ұшырап кетпейікші деп. Сол үшін осы нәрселерді істеп жатыр дейді олар. Сол күні амандық болу үшін да. Бұлар жаңағылар амандықты осы дүниеде алып алды да. Енді оған өлім сәтінен бастап амандық жоқ. Ал мұсылманға қорқасың, сөйтіп бересің, қорқасың, намазыңды оқисың, біреу айқайлайын деп қорқасың, сәжде жасап кешірім сұрайсың, сөйтіп өлім сәтін келген кезде Алла Тағала сізге амандық сыйлайды иншалла. Өйткені сіз қорықтыңыз. Сол өлім сәті келгенге дейін сіз қорқумен болдыңыз. Міне сол қорқуды реттеу керек екенбіз да, еркектер қорқады дейді олар. Сөйтіп оларды білесіңдер ме, немен аяқтаймын дейді Алла Тағала. Лияжзияхумуллаху ахсана ма амилу. Оларды істеген амалдары маған белгілі дейді. Бірақ мен оларды істеген амалдарымен емес, істеген амалдарынан да жақсырақ етіп жарылғайын дейді. Өсіріп жіберем дейді, өйткені риза болдым оларға, өсіріп жіберем дейді. Тағы ваязидаху мин фадли, тағы кеңшілігімнен қосатыным тағы бар дейді оларға. Қараңыздар. Тағы бар дейді. Валлаху ярзуқу май яшау биғайри хисаб. Өйткені Аллах Тағала кімді қаласа соны есепсіз, Алла Тағала есепсіз ризықтандырады дейді.